Erken durmayayım mı? Evet. Papamdan alıp durmayayım mı? Ой, Сайгал. Sen ne? Жұмысқа барған жоқсың ба? Жоқ, бүгін демалышты. Жақсы болған тұрмаймы? Мен біраз іздей сала тұрайын. Сен өзіңе жақпаған қырай ма? Мақұл, жатты сала беріңіз. Құсам, атам ойқұнса маға айтып қой, мақұл ба? Ұмытып қалма. Ой, қандайсыз? Жақсы салдыңыз ба? Не жүтіліп қалыңыз ба? Жоқ, жақсы. Жақсы ба? Сен не ерте тұрбай? Мұндай ертерек тұрыш керек деп ұқтай бересің. Ой, мен емағалеп тұрғам, сіз тұрсауы деп отырғам да. Емағалеп? Қой сен ұқтай бер. Бар ерте тұр. Не олады деген ерте тұр. Ұқтай бер. Ұқтай. Ой, жеңе. Не қыласыз, жеңе? Қандай? Ерте тұрып, жақсы келін болып тамақ жазайын дедім. Ата бары мен жаман көреді. Жеңе, біз сізді барыңыз жақсы көреміз. Қойшы, ең бірінші апам жаман көреді. Санжарға да жамандап отып, Санжар да жаман көре бастады. Эми жеңе, біз келінбіз да. Ошода, айтпайсың, қанша әрекет қылсақ та жаман көреді. Ешері жақсы көрді қойды ғой, жүресі дағы. Дедеч, ушun баарынан ташып кетем да. Кетип калгым келет да таштап. Сен кандай болбойбу? Жоқ, меники тескерисинче. Үйгө барсам 2-3 күн эле бияка шашам. Сеники чыргал да, кайненең жакшы, ушпайт. Меники болсочу тынчтык бербейт. Чоң апамбы? Ооба. Чоң апам келдат. Апе, сен бияқта эмне кылып жүрөсүң, таң атпай? Апа, сизге тамак даярдадым. Келиңиз. Айта турган сөзүң бар го дейм. Жок. Деги эле бул убакта турчу маселең дейм да, уктап атчы элең. Апа, сизге чай берип коеюн дедим да эртерээк. Апа, тамак даяр болуп калды, ага чейин шор ичип туруңуз, Тамак даярдап берсең жакшы. Ой, ким билет, тынччылык эле болсо экен деги. Санжар экөөңөр бир бала болсоңор эле жакшы адам болуп калчу элеңер. Апа, сизге жөн эле жагайын деп аракет кылып атам. Аның жакшы, аракетиң жакшы. Бирок ал кылганың мен үчүн болгону менен үйрөнгөнүң өзүң үчүн да болот. Апа, жеңе, сіз тамағыңызды қыла беріңіз. Чай даярдайын. Жакшы. Манаскан аке. Манас уктап атат. Жыргал эле ошонуку. Түшкө чейин уктайт экен. Кааласа иштейт, каалабаса иштебейт. Түн үчүмдө келет, анан эрте кел десем, өзүм каалаган убакта келем деп койду. Булар Санжар экөөнүн мүнөздөрү ошондой да, дайыны жок, дардалаңдар. Бирок келинчектери эки башка. Билбейм тиги Санжар муну каяктан таап алганын. Сайкал! Сайкал! Бала, эмнени кылып атасың? Тамақ жоқ пе? Ертерек тұрып ел менен жол жебейсің бе? Апа, қойыңызшы, бірдеме болса мен күнөлі өресе. Күнөлі болсаң күнөлісің да. Апа, негізінше бұл үйдечі ең елі жақшы адам, ең елі
ниети түз, адамгерчиликтүү тыныч жашаган адам мен билем. Ооба, биз эле күндө мушташып атабыз. Мушташып атасыңар? Көрүп атпаймынбы? Аялсы унчукпай эле кырылышыңыздар. Жүрсөңүз эске бошто. Көрдүңүз биз аңа эле? Эмнени көрдүң? Согушту. Монтелечти, монтелеч. Жалгыз эле согуш болбоду. Азыр эле чоң апам кыял жеңин шыпыр атканын көрүп, жашынакай шыпырсаң болот деп кетпеди. Анан чоң апам чыгып кеткенден кийин кыял жеңем кишиң болбосун каалагандай шыпырам дебеди. Анасы кыял жеңем жаңа эле карап, кыялдыкы деле тура да дегенде, чоң апам сизди карап, сен деле жыргатпайсың дебеди. Чын? Айнадай капкактан Кудай дараса болот. Апа, чын. Жаңы эле өз көзүңүзбен көрдүңүз го согушту. Монтеле көчтү го монтеле. Аял кишилер негизи ушундайсыңар, унчукпайсыңар, бирок аябай кырылышасыңар да силерчи. Анан ортодо эркектер эле биз жертва болуп жүрө беребиз. Мен ошон үчүн айтам да, эркектер зыян жок калппыз. Эркектер эч кимибизге зыяныбыз жок деп айтам ошон үчүн. Ооба. Чын? Дейле бир курсуңар го. Жана согуш болду азыр. Сайкал, Сакишиңе эмне дейт? Эмне? Алда кимди сезат? Сакиште деле арман көп, апа. Арман көп алды да. Айта албай жүрөт да. Ал Сакиш деген күндө иштейм. Күндө келгенден кийин жумаш күнү кача эс алсам болот эле, тигинсем минсем болот эле, кайнене менен жашаш кыйын, өзүмчө жашасак жыргап жатпайт белем. Манаска кантип айтсам экен? Кайнене менен жашаган ужас эле деп атат далчы. Деп атат? Эмне? Сайкал эмне бөлүнөбүз деп атабы? Ким айтты? Сен? Мен мына айтпадым жаңа эле. Сен айтпадың азыр эле. Айттым го. Силер аял кишилер аябай башкача адамсыңар. Мойнуңарга албайсыңар силер, мойнуңарга албайсыңар. Ой, сен айтпадыңбы? Мен айттым жөн эле, болжолдоп айттым. Болжолдоп эле оюңарды айттым. Карачы, урушканга повод издеп турасыңар. Сайкал! Сайкал! Не болду? Тамак берчи. Эрте туруп эл менен чогуу ичип албайсыңбы? Кайра кишини убара кылбай. Карачы. Кайра дагы жаңы согуш бартам. Эмне согуш? Ой, жаңа эле мен менен туруп жаңы тамак ичип албайсыңбы дебеди. Ана сиз аны карап, келиндин тили өзү баштаптыр, бир эле кылыш керек. Шашпа деп койбодуңузбу жаңы? Айткен жокмун. Сен эле капкакталарды бизди уруштуруп чабыштырып атасың. Чай Кандай кыям? Жеңе, кандайсыз? Эмне жатып калдың? Чарчадым. Эмне, коридор жыйнаган эле чарчап кеттиңби? Жок, жеңе. Кыларга иш жок, чарчадым. Жаман скучный жашайт экенсиңер, Ай, ушу силердин жашооңор өлө кызыктуу болсо керек, Апа менен скучный болбойт го. Апа менен жашаш скучный эмес го. Мына, канча келгенде 2 күн болду. 2 күнү бери менин да жашоом кызыктуу болуп калды. О, жеңе. Апама эч нерсе жакпайт. Сүйлөсөң, сүйлө, акырын сүйлө, тарбияң жок дейт. Сүйлөбөй койсоң, эмне сүйлөйсүң? Характериңди көрсөтүп деп. Эч эле апама жакпай койдум го. Апама деле жакпайсың. Мына мен 30 жылдан бери мен деле жага албай жүрөм го. Кутман экөөбүздү канча уруштурду. Жеңе, айтпаңыз. Адамчы келип акырын бир нерселерди шырап кетет. Андан кийин Санжар жиндиде болуп бакырын өкүрүп жатып калат. Не кыласың?
Vita гемодиализ борборунда бардык шарттар талапка ылайык каралган. Бейтапты тейлөө сапаты эң жакшы. Профессионал өзүнүн ишин билген медициналык кызматкерлер сиздерге сылык мамиле кылуу менен кызмат көрсөтөт. Атайын кичи автобустар менен үйдөн алып, кайра үйгө жеткирүү кызматтары бар. Токмок Бишкек, Карабалта Бишкек жана Бишкектин айланасындагы бардык жаңы конуштар маршруттук чиймебизде камтылган. Бизден дарек Бишкек шаары Байтик Баатыр көчөсү 36. Жоң апа, не қылып атасыз аяқта? Не ойлай қылып атасыз? Ай бала, түшкө чейин эле уктай бербей, кичине бир эртерээк туруп, мына бир короз айларыңды бир кичине бир көз салып карап койсоң болбойбу я? Ох, жоң апа, ушуну айтып элек сиз эле калдыңыз эле да азырчы. Жашынакай үйдөн настроением уйкумду жакшы уктап, мээнимди сергитип, жашынакай туруп келатканда алдыма сайкал чыкты. Баксаңыз, сайкал настроениемди өлтүрдү. Андан кийин апам чыкты астыман, ал да өлтүрдү. Анан эшикке чыгып мындай нормально аба жутуп мындай салайын деп атсам эле. Мына сиз ушу сөздөрдү айтып анан турасыз да апа. Ошондой эле койсоңуз болмок. Анткени мен ошондой жаман кишимин да. Мен жаман кишимин да, элдин баарын уруша беремин. Коюңузчу жоң апа, сиз дегенчи алтын кишисиз, алтын. Момдай бир. Момдай кишисиз. Койчу. Элдин баарын тең эле алтын күмүш деп эле калп эле жайлай бересиң да мындайчы. Ай жоң апа. Жоң апа. Балдары, апалары эле алтын болот. Калган башкалар алтын боло албайт. Анан биз бири-бирибизди эле алтын күмүш деп эле жүрө беришибиз керек. О? Ай жоң апа. Эмне сен мындай калжырлаңдайсың дечи. Ай жоң апа, коюңузчу. Калжырлаңдайсың. Мен сени менен кичине мындай серьезныйраак сүйлөшөйүн десем, сен келип алып кайра калжырлаңдап атасың. Болду, мына кулагым сизде, айтыңыз. Айтчы. Ушу мен жаман кишименби? Сизби? Коюңузчу. Эмнеге сиз жаман кишисиз апа? Сиз деген алтын кишисиз. Эмне болду? Ай, мына апаңчы. Апаң, ушул апаң мен кокусунан өлүп калсам, аябагандай сүйүнө түшүчү. Ал эми тетиги жанындагы тетиги неме тетиги, ал бая эле анан сүйүнөр турган нерсе. Анан кийин жанагы Санжардын аялы деле мага таарынып жаман көрүп жүрүп кетти го, өзүмө бетим айтып жүрүп эле кетти. Анан мына акыркы күндөр силердин жашап атам да мен. Анан ушу сенин келинчегиң деле мени жаман көрүп жүрөбү деп ойлойм да. Жоң апа, бир нерсе айтайынбы? Эч качан келиндер өзүнүн кайненесин өзүнүн апасын алып көрө албайт. Канча айтам ушуну? Өзүнүн апасындай жакшы көрө албайт. Туура айтасың. Туура айтасың мына. Ой, Просто чектен ашпаш керек. Болду. Калган жакшы. Мен эмне чектен ашып жүрөм? Жок, сиз чектен ашпайсыз апа. Сиз чектен ашпайсыз дагы, кемебейсиз дагы. Мисалчы, сиз деген сизге баары келип сизге такалат да просто. Ой, жерме оғыз. Қарасаң мына. Қалп эле күлүмүш болуп, апаламыш болуп атып. Жаман жайлап коесуң, Жоң апа, просто сизден үйрөнгөм да. Просто сиздин стилиңиз башка, менин стилим башка дегендей. Оңбойсуң го, оңбойсуң го. Кыял, сен мен экзаменимден эч качан өтпөйсүң. Коюңузчу жеңе, сиздинчи
Деңгээлиңиз төмөн, маданияттуу болуш керек, жеңе, маданияттуу. Ой, егер сен білсең, мен балдарымды маданияттуу қылып тәрбиялағам. Сен еле білбей, қайдан шыға қалдың? Ай, менің балам керек болса министрдің қызын алмақ. Жеңе, окшоштурасыз да, я. Көп соққапсыз. Апам көп соққапсыз. Ой, апа. Келіңіз. Эме, Яқ отырыңыз. Жоқ. Рахмат. Сілер ешалғыла? Күліп, жайнап. Ешалғыла да. Мындай мені шылдың дағыла. Жоқ, апа. Сымшақ дағыла. Бірақ бір нәрсені есіңерден шығарып ағыла. Келме кезек, терме тезек. Сілерден дағы башыңырға келіп қалшы мүмкін. Қашан келіп қалды, мен байқабай қалып тұрмын. Апам ушундай акырын басып жүрө берет. Умуп калды го бәріне. Сен баштадың ушуну. Жеңе, сиз баштадыңыз го. Ой, апам шақырмайсың ба? Чай қайырайын? Келсін апам. Келсін. Жоқ, апа. Жүріңіз тамақ ішіңіз. Жоқ, рахмат. Мен сізге içe бергіле. Жоқ, апа, жүрбейсің, жоғар ішеді. Ой, içe бергілечі. Мен аны шашпай içем. Жоқ, апа. Қана апам? Жетпей. Неге? Сізге тарым болған тұрбай. Неге бізге тарынады? Мен бақтан білем, аялы кішілер өзіңөрчелі, қырылшы, соғыш отасыңар тарынады да. Өч, өзімен алып шығып келетші. Негізі аялы кішілерші. Негізі елечі, жаңағы үнін шықпаған мылтық оқша өлі бір-біріңе атқылай бересіңер, жей келечі. Ай, соп-сонын не жашап атабыз. Сенілі келіп алып бізді чабыштыра бересің. Апа, дағы еркектер бе? Баяғы елі дағы еркектер бе? Ай, апа, мен сізге қанша жол айтам, апа. Қанша жол айтам. Аялдар өзіңөрчелі соғыш отасыңар, соғыш бересіңер. Ана соғышыңар мына скучный болып баратқанда орта бір еркекті ырғытып қойсыңар, чтоб мына көңілдірек, шаңдырақ соғыш болуш үшінші. Анан? Еркек бағыштар не қыларын білбейлі ортада, түсінбейлі, кімге тартарын білбейлі, не қыларын білбейлі, ортада жүрер еді. Жаман башты ортасың, Не мұнша көп сөйлейсің? Түсінелей. Бағышшы, тарым қалып тұрай. Жана маға айтты, ошон үшін тарым жатат дияқта. Анын үстіне бойды дағы. Келіндер көйіп кеткен тұрбай бесакшы. Анан келіндерге туруштық бере албайыптыр да, шыға барымшы. Түсінсең болады, антылы түсініп қойса бол, қиынер болыптыр. Ой, апа. Не қылыптысың? Демал бай жатып қалып тұрса, сарсан болып кеттім сізге. Ой, неге сарсан боласың? Мен білбеймін. Құйқы уақытта комнатаңыздан да шықпайсыз, чайға да келбейсіз. Нарғанда ойлар келеткен де, апа. Сүйініп кеттің бе? Демалбай қалған екен деп. Жоқ, апа.
Koyuңузчу. Niye süngmög elem? Sen bilet. Sen birinci kuvанышың керек эле да, мен бирдеме болуп калсам. Балки мен жакшы адам эместирмин. Бирок башка адамдарга жамандык кылып коем. Мен өлүп кеткениме кубанбайсыңбы? Коңуз чапай, жүрүңүз андан көрө чай ичебиз. Сага эмне болгон? Эчтеме. Сен ушу бирдеме пландаштырып аткан жоксуңбу? Эмне пландаштырмак элем? Баары жакшы. Жүрүңүз апа, анан келейби, анан жатасыз. Жүрүңүз чай ичеличи. Ой. Чушу. Ремонт батыраак бүтсө болот эле. Апа, айтпаңыз, мен да чарчап кеттим. Тажадым ушулардын үйдөн. Батырап кетсе эле, биз да кетмекпиз өзүнүбүзгө. Ремонттун менен ремонт